Павлодар педагогикалық университетінің қабырғасында Әлкей Хақанұлы Марғұланның бюстің салтанатты түрде ашылу рәсімі өтті. Шараға академиктің қызы Данел Әлкей қызы, туыстары, еңбек ардагерлері мен студент жастар қатысты. Ғылама ғалымның мүсіні университет ауласынан бой көтерді. Ескерткіштің авторы суретшілер одағының мүшесі Мұрат Мансуров. Мүсін композициясы қоладан құйылған, ал биіктігі 3,5 метр. 2024 жылы 11 мамырда Әлкей Хақанұлының 120 жылдық үлкен мерейтойы бар. Біздің жоспарымызда Алматыдағы үлкен археология институты Әлкей Хақанұлы Марғұлан атындағы сол кісілермен бірігіп, біз үлкен жоспар құрып, бүгінгі күні дайындық жұмыс жасап жатырмыз. Бәріңізді осындай үлкен тарихи күнмен құттықтаймын. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Шара барысында ғалымның ескерткішіне гүл шоқтары қойылып, қатысушылар құттықтау сөз сөйледі. Данел Әлкей қызы да осындай тағылымды іске себепкер болған жандарға алғысын білдірді. Сегодня я испытываю такое чувство до слез. Меня охватила радость, поскольку в его родном городе Павлодаре. Бүгін ерекше күн. Көзіме ыстық жас үйіріліп толқып тұрмын. Туған қаласы Павлодарда және өз есімі берілген білім ордасында ескерткіш ашылуда. Әкемнің артында қалдырған мұрасы мол. Осындай іске өз үлестерін қосқан барша азаматтарға алғысымды білдіремін. Көп рахмет. Блестящее образование в Ленинграде стал достойным ученым среди казахстанских ученых. Саналы ел ерін ұмытпайды. Ұлы тұлғаның ұлағатты жолы да ешқашан үзілмейді. Қымбат Садық, Алексей Мехетов, Ертіс ақпар.